қара жұмыс істеп күнелтіп жүрген өнер жұлдыздары жан сырын ақтарды. Мақсат және Мақсат тобының әншісі Мақсат Ынтықбаев, білгілі атымен танылған Ерболат Оспанқұлов сынды өнер жұлдыздары астарлы ақиқат бағдарламасында қара жұмыс жасап еңбек етіп жүргендерін баяндады. Қалың көпшілікке эстрада, өнер, кино жұлдыздарының горонары, табысы мол жағдай өте жақсы секілді көрінеді. Бірақ олардың да жұрт назарынан тасада қалғандары да бар. Олар кімдер? Осыдан бірнеше жыл бұрын Мақсат және Мақсат тобымен көпшілікке танымал болған Мақсат Ынтықбаев қазір базарда арба сүйреп жүр. Оған дейін бірнеше жерде күзетші болдым, стройкада жұмыс жасадым. Қарның ашады, бала-шағаның қарны ашады. Үйде отырсаң ұрыс шығады. Тойға қарап отырсаң бала-шағам, нанды кім әкеліп береді, дейді Мақсат Ынтықбаев. Кино әлеміндегі білгілі атымен танылған Ерболат Оспанқұлов Қазақстанға ғана емес, тмд елдерінде де танымал. Зейнет жасына жақындаған әртіс бүгінгі таңда Алматы облысының іргесінде күзетші болып жүр екен. Таңертең келем, қабылдап алам, күзетшімін. Тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Қазіргі заман әркімнің маңдайынан сипайтын заман емес. Құдайға шүкір, адал еңбек етіп жатырмын. 140-150 мың табамын. Әйелім кішкене ауырып қалды, дейді өнер иесі. Ерболат Оспанқұлов замандасын көрген Медеу Арынбаев залда отырып көзіне жас алып көңілі босап қалды. Өнеріміздің бағаланбауы, мәдениетіміздің төмендеп кетуі соның бір жағы бұл деп түсіндірді Медеу Арынбаев.